Талап арызды қалай жазуға болады? Бірінші, өтінішіңізді жіберетін сотты анықтаңыз. Жалпы ереже бойынша талап арыз жауапкердің орналасқан жері бойынша сотқа жіберіледі. Екінші, талап қоюшы мен жауапкер туралы деректерді көрсетіңіз. Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты немесе компания атауы, ЖСН немесе ВСН, тіркелген мекен жайы, байланыс телефоны және емейл. Үшінші, талап арызды дұрыс атаңыз. Даудың мәні мен талаптарыңызды ескеріңіз. Егер талаптар материалдық болса, мысалы жалдау бойынша қарызды өндіріп алу туралы тарапы арыз болса, онда талап қою бағасын көрсету қажет. Егер материалдық емес болса, талаптың бағасы жоқ. Мысалы, некені бұзу туралы талап арыз. Төртінші, мәтінді төмендегілер негізінде баяндаңыз. Бірінші, құқықтар, бостандықтар мен заңды мүдделерді бұзудың мәні. Келесі, талаптарды негіздейтін мән-жайлар және олардың дәлелдемелері. Келесі, дауды сотқа дейін реттеу тәртібін сақтау туралы мәліметтер, егер ол міндетті болса. Маңызды, барлық негіздемелер мәтін бойынша заңдарға және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сілтемелермен расталуы керек. Бесінші, қойылатын талабыңызды дұрыс тұжырымдаңыз. Сот талқылауының шегі осыған байланысты болады. Алтыншы, талап арызға тіркелетін қосымшалардың тізбесін көрсетіңіз. Олардың арасында мыналар болуы тиіс. Мемлекеттік бажды төлеу туралы түбіртек, оның мөлшері туралы ақпаратты Қазақстан Республика салық кодексінде табуға болады. Өкілдің сенімхаты, егер ол іске қатысқан жағдайда. Сенімхатта өкілдің талап арызға қол қою құқығы көрсетілуі қажет. Істің мән жайын растайтын дәлелдер. Дауды сотқа дейінгі реттеу тәртібінің сақталғанын растайтын құжаттар, заң негізінде қажет болған жағдайда. Заңды тұлға сотқа жүгінген жағдайда оның жарғысы, мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, талапкердің жеке куәлігі. Жетінші, талап арызға қол қойыңыз және сотқа жіберіңіз. Мұны сот кабинеті порталы арқылы жіберу ыңғайлы. Онда талап арызға ЭЦК, яғни электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою қажет. Кейіннен істің барысын бақылау бұл портал арқылы ыңғайлы.